Қаламыздағы тағы бір үйде мүліктің меншік иелері бірлестігі құрылды, және ол Қонаев көшесі 136 үйде. Кезінде осы маңдағы 2-3 үйдің жағдайы өте мүшкіл болғаны белгілі. Тіпті жылдың өзін ең соңында алатын. Бірақ қазір жағдай жақсарған. 69 пәтері бар тұрғын үйдің кіреберістеріне жөндеу жұмыстары жүргізіліп, бейнекамераларда орнатылған. Подвал бәрі толып тұратын, оның суын бәрі кетірдік. Қазір подвалымыз сухой. Тепловый ақтымен беріледі, суық суымыз бар. Сол Жылыту маусымына қандай дайындықты жүргізілді? Подвалда осы биыл кішкене біраз труба ауыстырдық, канализацияны бәрін жөндеп шықтық 100%. Сосын суық судың трубадарын бәрін жаңа пластика бәрін ауыстырып дайындап, бәрі жақсы үшін. 5-ші этажға шыққан давлениеміз бәрі оңды. Әрине, бұл іс жалғыз адамның қолынан келмейді. Абай Доскенұлына тұрғындар да қол ұшын беруде. Осында Ербол дейтін жігіт, Ержан дейтін жігіттер бәрі көмектесіп, постоянно сантехникамен занимается. Сол жігіттер көмектесіп жүреді. Пенсионердардан вообще негізі ақша алмаймыз, солай істеп береміз. Көмектесіп каждый неге қазір енді Құдай қаласа мынандай светодиодный лампочка құрып береміз есіктерінің алдына. Соның нетіп ойымызда бар. Сол қазір енді өсей деп соған шығып жатырмыз. Құдай қаласа 5 теңге ақша жиып, на нужды дома. Сондай решение жасадық. Абай ағамыздың бұл еңбегі атқарушы билік органының назарында, және әкім орынбасары арнайы келіп ризашылығын білдірді. Осы үйде тұрғындарының қолайлы өмір сүруге жағдай жасауға қосқан үлесіңіз үшін алғысымды білдіремін. Ассалаумағалейкум. Енді мына сіздің бастамаңыз арман қарай қалған осы қаламыздың тұрғындарына үлгі болсын. Сіз сияқты барлығы әр үйге өз үйіндей біз жалпы мына барлық тұрғындардың сеніміне кіріп, өзіңіз барлық жұмысты өзіңіз атқарып отырсыз. Барлық қаламыздың тұрғындары дәл сіздей болсын деп үміттенеміз. Енді мына алғыс хатымыз бар, соны қабыл алыңыз. Абай Доскенұлы сонымен қатар мүліктің меншік иелері бірлестігін құрған. Қонаев көшесі 136 үйінде жақсы өзгерістер орын алып жатқанын көріп, оның қол астына осы маңдағы тағы 3 көп қабатты үй кіріпті. Ол үйлерде де тиісті жұмыстар атқарылып, жылу уақытында берілген. Жергілікті әкімдікте көмектерін аямауда, қиыршық тас пен жиек тастар жеткізіп беруде. Сонымен қатар көшенің ойлы қырлы жерлерін тегістеуге техникамен жәрдемдесуде. Биыл 50 аулаға абаттандырып жасадық, яғни асфальтын ауыстырдық, балалар балабақша алаңдарын салдық. Енді келесі жылға тағы да 50 орға аулаға жоспар сметалық құжаттама жасап жатырмыз. Арман қарайда тағы да үйлерді, аулаларды жоспарда бар. Оны қалай кім қабылдайды? Маған заявление жазу керек пе тұрғындар? Жоқ, оны біз бүгінгі күні ең жаңағы жөндеуді қажет ететін аулаларды таңдап отырып, енді бізде тізімі бар ғой, сол тізім бойынша барлығын алып жатырмыз. Ең қажет деген бірінші кезекте істеу керек аулаларды келесі жылы істейтін боламыз. Енді қазіргі кезде сіздің аулада биыл ойын алаңын балалар бітіретін боламыз. Одан кейін арман қарай тағы да жұмыстар жасалатын болады. Енді келесі жылы сіздің аула бар деп айталмаймын. Арғы жылға міндетті түрде сіздің аула кіретін болады. Ауланың басқа абаттандыру жұмыстарын тұрғындар өздері бірігіп атқаруда. Біздің қаламызда әлі де ортақ үйлеріне немқұрайлы қарайтын тұрғындар бар екені белгілі. Сондықтан олар осы үйден үлгі алғандары игі.